Келешек иелерімізге жаңа жол ашқан білімдендіру тарауындағы реформалар Қарақалпақстанлы жастар тұрмысына үлкен қуанышларды алып кірді. Жоғары оқу орындары студенттер үшін қосымша квоталардың берілуі, сонымен бірге шетелдерден оқуларын көшіру үшін жаңа имканиятлар әрбір ата-ананың мүшкілін жеңілдетті. Жастардың болса келешекке ұмтылыстарын арттырмақта. Қарақалпақстан медицина институтында шетелдерден оқуларын көшіруге миясар болған 28 студент бар. Оқуларын баслап жіберген студенттердің қуанышына бізде шерік болдық. Өзбекстан Республикасы президентінің 2022 жыл 15 июндағы мемлекеттік жоғары оқу орындарына оқуға қабыл ету процесін шөлкелместіру хақындағы қарарына муафық халықаралық тән алынған рейтингілерде бірінші мыңлыққа кірген жоғары оқу орындарында білім алып отырған студенттер мемлекетімізге оқуларын көшіру имканияты жаратылды. Білімдендіру сапасын жақсылау, рейтинг көрсеткіштерінің тұрақтылығын сақлап қалу үшін тест сынақтары өткеріліп 105 балдан жоғары топлаған студенттер оқуларын көшіру имканиятына ие болады. Биылғы оқу жылында мемлекетімізде 1335 студент шет елдерден оқуларын көшіруге ерісті. Қарақалпақстан медицина институтында Россия Федерациясы, Қырғызстан һәм Қазақстан республикаларындағы рейтингі жоғары болған медицинаға бағдарланған жоғары оқу орындарынан 28 студент өз оқуларын көшірді. Әлбетте, бұндай имканиятлар студент жастардың машқалаларына шешім болып, олар бұндай шариатлардан қуанышлы. Bundan bir yil avval Qirg'iziston il araliq institutuna o'qishga kirgandim. Prezidentimiz farmoniga binoan chet elda o'qib yurgan fuqarolar o'qishini ko'chirsa bo'ladi degan imkoniyatni yaratib berdi. Shu imkoniyatdan foydalanib, hozirda bu yerda birinchi kursdan o'qishni boshladim. Shart-sharoitlar yaxshi. Men kelajakda kuchli xirurg bo'lishni o'z oldimga maqsad qo'ydim. Buning uchun ko'p o'qiyman va ko'p izlanaman. Bir yıl aldın Kırgızistan Respublikasının Oş Memleketlik Üniversitesi'nde okudum. Okulumda özümden Qaraqalpaqstan Respublikasına köşürdüm. Stomatologiya fakültetinde okudurman. Ağız bozluğu tістің üstüne hem astыңғы жақларын, қалай емдеулерін соларды үйретіп жатыр. Келешекте мен тіс шипакер болып, өзімнің жеке клиникамда ашу ниетім бар. Мен осындай шарaitlерді жаратып берген президентіме өз minnetdarçылығымды білдіремін. Бүгін медицина теспәтлер менен рауажланып бара тұрған бір дәуірде студентлерден өз үстінде тынымсыз ізденісте болу, оқып үйрену талап етіледі. Бұл вазипаларды терең сезінген жастар оқу менен қоса әмелиятта да өзлерінің білімін, көлікпелерін арттырып жатыр. Ең бастысы бұл жастар өз елінде жақынларының қасында емін еркін білім алады.